Каратаж техникасы бойынша сурет салатын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: түрлі түсті бояу, үшкір зат керек болады, сосын майшам керек болады, ақ қағаз керек болады, гуашь, акрил краскасы болады қолдануға, қаламдар керек болады. Сосын өзіңізге ұнаған кез келген суретіңізге қарап, суретіңізді салуға болады. Ол үшін бірінші біздер мына ақ қағазымызды кез келген түспен әртүрлі қылып астын бояп аламыз. Осындай түрлі түсті қылып бояп аламыз. Көкпен бояймыз, сұрмен бояуға болады мына жерін. Сосын сарымен бояуға болады. Кез келген түспен, өзіңізге ұнаған түспен қоюлап бояп аласыз. Қоюлап бояп алғаннан кейін мына майшаммен тегіс қылып, қалың қылып басып бояп шығамыз. Майшамен қоюлап бояп болғаннан кейін қылқаламмен қара түспен суретіміздің үстін бояп шығамыз. Барлығы қара түс болу керек. Мына беттің барлығын қара түспен бояп шығамыз. Қарамен боялғаннан кейін ол кепкенін күтеміз. Дайындап алған қағазымыз кепті. Содан кейін мынандай мен көбелектің суретін салам. Ол үшін үшкір затпен жайлап, әдемілеп суретімізді бастаймыз. Домалақтар салуға болады. Көбелектерді әдемі қылып бояй беруге болады. Алтын балық салуға болады. Ашық жерін былай көп тазаласақ, үшкір затпен сондай әдемі түс болып шығады. Осындай суреттерімізді әртүрлі өзіміздің фантазиямызға қарай әртүрлі қылып әдемілей беруге болады.